Мекканың көшелері, кедейлердің районы. Кілем жайып қойып жатыр. Дұрыстау районға кетір ғой деймін да. Колорит қалай өзгереді да. Хамдама тауының басына шықтық. Ерекше көрінеді екен. Көрініс өте әдемі. Жер береді екен, уақытша тұруға. Босат деп айтады екен. Үй барлығын қырып тастайды да, мемлекет өз керегіне пайдаланады екен. Үстінен көрдік, енді астынан көрейік. Мекканың көшелері қалай көтеріледі. Таулы аймақ болғаннан кейін көліктің түсуі, көтерілуі өте қиын. Ал қазір қарапайым көшелерін аралап жатырық. Мына жақта енді кедейлердің районы. Таудың арасын жарып жол сала берген. Екі жағы тау. Қараңыздар, примерно 15-20 градус. Ол өте мұқият болмаса тормозың мықты болу керек өшім. Камера көрсете алмай жатқан бар, қандай градуста түсіп жатқанын, бірақ таудан түсіп жатыр ғой төменге. Баяғы Тойоталар ғой. Көліктің түрі бар енді. Мынандай қымбаттарынан мынандайларына дейін. Қарапайым райондары, көп туристер келмейтін, жергілікті халықтың жүретін. Балдар футбол ойнап жатыр. Настольный. Мына жер ешқандай базар емес, кәдімгі дүкендер ғой да, обычный көшедегі. Күнделікті арабтардың өмірі дейсің да, жергілікті. Осындай жердегі дүкендерден бір тұрып бағаларын қарап кетейік та. Қазір неге барамыз ғой да шай ішуге. Тігіп беретін жерде маталарменен. Портнойлар. Есто. Кілем жайып қойып жатыр. Мына уже кішкене дұрыстау районға кетір ғой деймін да. Қалаға. Трущобтан шығып қалаға қарай кіріп жатыр. Цивилизацияға қарай. Қандай мешіт? Мына жерде мешіт тұр да. Колорит қалай өзгереді да.
Трущоптан шықтық та тарс. Хамдама тауының басына шықтық қазір. Мына жерден ерекше көрінеді екен. Қала. Мынау Әл-Харам мешіті ауласы. Дрон ұшыруға болмайды екен. Дронға түсірем ба деп ойлап келгем. Көрініс өте әдемі. Мынау жаңа біз келген жолдар, яғни трущоптардың іші. Бұл райондарда шет мемлекеттерден келген адамдар тұрады екен. Сауд Арабиясының басшылығы оларға жер береді екен, уақытша тұруға. Олар жерге үй салады, мысалға тұрады. Бірақ егер мемлекетке ол жер керек болатын болса, бірдеңе салу керек болатын болса, босат деп айтады екен. Салған үй барлығын қырып тастайды да, мемлекет өз керегіне пайдаланады екен. Бізге гидтің түсіндірген ойынша солай. Жалпы қала өте үлкен. Меккеге келіп жатсаңыздар, мына жерден өте жақсы вид көрінеді. Қаланы түнде қарауға жоғарыдан. Так, мынау жаңағы ішінен түсірген көпір. Алыстан осылай көрінеді. Мынаның екі ортасы, мынау намазхана. Мынау екі жағы гостиница. Мынау жаңағы жоғарыда біз тұрған тау. Мынау соның астындағы тоннель. Үстінен көрдік, енді астынан көрейік. Мықты тоннельдер. Грузияның тоннельдерін көрдім. Грузияның енді кейбір жерлері быт-шыт болып жатыр, кейбір жерлері жақсы осындай. Мына жақтың жолдары мықты. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақша каналды қолдап қойыңыз. Осы жолмен жүре отырып, біздер арабтардың өздері баратын шайхананы таптық. Кафені қаладан алыс жерде. Ол жерде арабтың жастарымен өте жақсы интеллектуалды отырыс болды. Жоғарыдағы сілтеме арқылы көре аласыздар. Рахмет.